Амастыр ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Толтыра су құйылған ыдыстың ішіне күміс және мыс денелер салынды. Сол кезде 80 грамм су асып төгілді. Осы нәтижесінде ыдыстың массасы 768 граммға артты. Әр дененің көлемі қандай? Енді балалар, бізге төгілген судың көлемі осы ыдысқа салынған күміс пен мыстың көлеміне тең. Сұлбаны сол үшін салдық, міне көрініп тұр. Сонымен осы сұлбаға қарап бір формула жазу керек балалар. В судың көлемі күміс пен мыстың көлемін қосындысына тең екен. Сұлбаға қарап салдық. Енді жалпы массасы екеуінің массасы күміс пен мыстың массасына тең. Енді бізде күмістің массасын тығызық арқылы өрнектеп алайық балалар. М күміс тең болады ро күміс көбейтілген В күміс. Мыстықпен де осылай өрнектеп алайық балалар. М мыс тең болады ро мыс көбейтілген В мыс. 3 пен 4-ті 2-ге қояйық балалар. Жаз қояйық. 3 пен 4-ті 2-ге қоямыз. Сонымен жалпы массаның формасын тағы бір жазып жіберейік. М тең болады ро күміс көбейтілген В күміс қосу ро мыс көбейтілген В мыс. Енді балалар, бірінші теңдеуден мыстың көлемін тауып алайық. Жаз қояйық балалар. Бірінші теңдеуден деп жаз қояйық балалар. Бірінші теңдеуден мыстың көлемін табайық. В мыс тең болады жалпы төгілген судың көлемінен ыдыстың ішіндегі күмістің көлемін алып тастағанға тең екен. Сұлбадан жақсы көрініп тұр. Енді 5-ті 4-ке қояйық деп жазайық балалар. 5-ті 4-ке қоямыз. Сонымен М тең болады ро күміс В күміс тең болады қосу мына жерде балалар. Қосу ро мыс. Енді мысты 5-ті қоямыз. Сонда судың көлемінен күмістің көлемін алып тастағанға тең. Арата жақшаны ашайық балалар. Ро күміс В күміс плюс ро мыс В су минус ро мыс көбейтілген В күміс. Міне бізде балалар бірақ белгісіз қалды. Міне өрнектеген арқасында. Ро күміс В күміс. Таза күміс балалар мынау. Ұстап жазып жіберейік. В күміс. Сонымен ары қарата енді осы күмістің көлемін өрнектеп шығарып алуымызға болады. Ол үшін балалар біз қалған теңдіктің сол жағына жазып жіберейік. М минус ро мыс В су тең болады күмістің көлемін жақшан сыртына шығарып жіберейік. Сонда бізде қалды ро күміс алынған ро мыс қалды. Бұл бізден 7-ші теңдеу. Осы жерден күмістің көлемін есептеп шығаратын формуланы қорытып шығардық балалар. Бұл күміс тең болады М минус ро мыс көбейтілген В су бөлінген ро күміс минус ро мыс. Бұл біздің 8-ші теңдеу болды балалар. Судың көлемі жоқ, массасы бар. Бірақ көлемді балалар В судыкін әр уақытта М бөлінген ро дейміз. Ро деп тауға болады. Егер бізде осы жерден 9-ші теңдеу. Осы жерден балалар судыкін бірден табатын болсақ, естеріңізде болсын, 80 грамм суымыз 1 грамм бөлінген сантиметр куб, яғни 80 сантиметр куб болады екен. 80 сантиметр куб. Яғни 1 литрін 1 келі болады, 2 литрін 2 келі деген суға осындай естеріңізде сақтап алсаңыздар, сонда есеп шығарғанда өте көп көмегін тигізеді. Сонымен В күміс арат есептейік. Сонымен жалпы 768 граммға артты. Алынған ромыстықы 8,9 грамм бөлінген сантиметр куб. Біздің көлеміміз сантиметр куб 80 сантиметр куб болды. Ро күмістікі 10,15 грамм бөлінген сантиметр куб. Алынған
8,9 грамм бөлінген сантиметр куб болды. Енді бірлігін шығарып алайық балалар. Граммдар жақшан сыртына шығып, қысқарсын. Сантиметр куб пен сантиметр куб қысқарсын, сонда сантиметр куб қалды. Қорытқан есебіміз дұрыс деген сөз. Енді 768 алынған 8,9 80-ге көбейтейік балалар. 720 бірлігі балар сантиметр куб шықты. Бөлінген 10,15-тен 8,9 алса 1,16 екен балар. 1,16. Енді 768 алу 720 бөлінген 1,16. 30 сантиметр куб болды сонымен. 30 сантиметр куб. Сонда күмістің ыдыстың ішіне салынған күмістің көлемі 30 сантиметр куб болды. Енді судың жалпы төгілген судың көлемі 80, сонда енді мыстың көлемін 80 сантиметр кубтан 30 сантиметр кубты ала саламыз. Сонда 50 сантиметр куб болды. Сонымен жауабын жазсалайық балалар. Жауабы: ыдыстың ішіне салынған күмістің көлемі 30 сантиметр куб болды да, ал мыстың көлемі 50 сантиметр куб болды. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.